28 қыркүйек қазақ әдебиетінің көрнекті қаламгері, қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның туған күні. Биыл жазушының туғанына 93 жыл толып отыр. Күні кеше Талапты ауылында кең көлемді іс-шара өтіп, тілшіміз Мерихан Жаныбекұлы Шерағаның шекпенінен шыққандар атты кітаптың тұсаукесерінің куәсі болды. Мен тұрғаны қазақ руханиятының заңғар биігі Алаштың ардақты сөзін арқалаған Шерхан Мұртазаның үйі. Алақандай ауылда туған аңыз адам көзі тірі болғанда бүгін 93 жасқа толар еді. Дәл осы үйдің ауласында Шерхан Мұртазаның шәкірттері және оның көзін көрген бір қатар жазушылар жаңа кітаптың тұсауын кесіп, шындықтың жебесі атанған Шерхан Мұртаза жайлы ыстық естеліктермен бөлісуде. Жиынға қаламгердің шәкірттері Кәдірбек Сегізбаев, Әмірхан Меңдекей, Жанат Елшібек Қайнаролды және Көсемәлі Сәттібайұлы қатысып, бұрын айтылмаған естеліктермен бөлісті. Жазушының қызы Алма Шерхан қызы қадірлі қонақ болды. Басқосуда Шерағаның шекпенінен шыққандар атты жаңа кітаптың тұсауы кесіліп, қазақи дәстүрге сай шәкірттердің иығына шапан жабылды. Шерағаның қазақ әдебиетін басқарып тұрған кезде қарамағында істеп, Шерағаңнан бата алған мемлекет компанияны басқарып тұрғанда Ғарыптыман деген солтүстік Қазақстан облысын басқаратын әкім, Метте деген шығыс Қазақстан облысына басқаратын әкімдер кәдімгідей Шерхан Мұртазаны мына қызметтен алу керек деп соңына түскен. Өйткені себебі қазақтың мүддесін көп көздеп, мына орыс тілді бағдарламалар азая бастады деген. Ол кезде орыс тілді бағдарлама 70-80%-на баратын, қазақ тілді бағдарлама 20% болатын. Оның өзі аударма болатын. Шераған келді де аударма емес, ұлттық бағыттағы таза қазақша бағдарламалар таңертең таңшолпаннан бастап шығарды ғой. Жазушының мұражайында өзі қолданған 30-дан астам естеліктер сақталыпты. Бір қызығы Қызыл жебе романы алғаш қызыл мұқабалы дәптерге жазылған екен. Дәптерге түсірілген алғашқы ойлар кейін ұлт тарихының шындығын айшықтаған үлкен романға айналды. Кейде қатуланып ұрсып алатын, қабағын түйіп, сосын шығасап, мамыража ештеңке болмағандай күлетін. Ол кісі тек қана бізге жазуды, жазушылықты, журналистікті үйретіп қана қойған жоқ, адамгершілікті, кісілікті, принципшілдікті үйреткен адам. Жалпы Шерағаң сияқты азаматтар өмірге сирек келеді. Бұл шын мәніндегі қазақтың бағына біткен тұлғалардың біреуі. Өзінің шығармашылық жолында көп азап шекті. Мысалы, Тұрар Рысқұлов туралы романның бірінші кітабын жазушылар одағы шығартпай тастады. Бұл пантюркист Тұрар Рысқұлов туралы кітап деп. Сол кезде Шерағаңға Асанбай Асқаров көмектесті. Шерхан Мұртаза ұзақ жылдар бойы ұлттық баспасөздің дамуына серпін берді. Лениншіл жас, қазақ әдебиеті, егемен Қазақстан секілді басылымдарды басқарған кезеңінде ол шындық пен әділдікті ту етіп, жас қаламгерлерді тәрбиелеп шығарды. Өткір ойлы мақалалары мен талапшылдығы арқылы қазақ журналистикасында өзіндік мектеп қалыптастырды. Мерихан Жаныбекұлы, Толжан Төлегенов, Айқын ақпарат, Жуалы ауданы.